Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен дәл осындай әдемі көрінетін әрі дәмді болатын қырыққабаттан, яғни капустадан банка жабамыз. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Сәбізімізді жақсылап жуып, қырғыштан өткізіп, оған 1 ас қасықта тұз, 1 шай қасықта паприка, аздап қызыл бұрыш саламыз. Және сарымсақтың 2 тісшесін жақсылап майдалап турап, қосып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа қалдырамыз. Оған дейін қырыққабатымызды қайнатып қоямыз. 20 минут, 15 минут қайнатып қоямыз. Сонда жақсы аршылатын болады, жыртылып кетпей. Одан кейін қаттық жерлерін алып тастаймыз, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеомды соңына дейін қарап қолдап кетіңіздер. Ішкі бөлігін жұмсақ жерлерін алып суға салып қоямыз. Енді дайындап болғаннан кейін қырыққабатымыздың ішіне дайындап қойған сәбізімізді салып, қысып орап шығамыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, бәрін орап шығамыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Қызылша, сарымсақ, укроп, лавровый лист, қара бұрыш, май қажет болады бізге. Толық рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Банкаларымызды 10-15 минутқа стерилдеп, қайнап тұрған судың үстінде буға қойып аламыз. Бәрін орап, дайындап болғаннан кейін енді банкімізге теріп шығамыз. Бағана суға салып қойған капусталарымызды, қырыққабаттарымызды банкімізге саламыз астына. Үстінен укроп, сарымсағымызды турап салып, қызылша саламыз үстінен. Орап қойған қырыққабаттарымыздың ішіндегі сәбіздері жақсы сумен араласу үшін, үйлесу үшін, бір-біріне дәмі кіру үшін ортасынан кесіп шығамыз осылай. Осылай ретпен салып шығыңыздар, видеодағыдай етіп. Үстінен тағы да қырыққабатымызды саламыз. Қызылшаны саламыз. Енді тағы қырыққабат салып, укроп салып, осы ретпен бәрін салып шығасыздар. Енді менде 2 литрлік банка, оған астына суға салып қойған қырыққабатты салып, үстінен сарымсақты саламыз. Қалған қырыққабаттың ішіндегі сәбіздерді теріп шығамыз, осылай видеодағыдай етіп. Енді укропымды салдым. Мен банка толмай қалғаны үшін қияр, қызыл бұрыш қосып салдым. Үстіне тағы да қалған қырыққабаттарды салып, банкамды жауып қойдым. Енді 2,5 литр су құйып, үстіне 3-4 лавровый лист жапырағын және қара бұрыш салып, 2 ас қасықта сұйық май құйдым. Және де газға қойып, бір 15-20 минуттай қайнатамыз. Қайнағаннан кейін 2 литрлік банкаға 1 ас қасықта толтырып тұз салдым. Ал 1 литрлік банкаға жарты ас қасық тұз салдым. Одан кейін 1 шай қасықта уксус 70%-дық екеуіне де қосып, үстінен қайнаған суымызды құятын боламыз.
Құйып болғаннан кейін банкың қапқақтарында крышкаларын қайнаған суға салып 1-2 минуттан кейін алып жабатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте түсі әдемі болып шығады. Барлық тамақпен үйлесіп кете береді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жауап болғаннан кейін тексеретін боламыз. Егер рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, видеоны тарқалуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. 1-2 күнге төңкеріп, орап қойып қоямыз. Одан кейін салқын жерде сақтасаңыздар болады қысқа. Қолдағандарыңыз үшін үлкен рахмет.